Жалғастырайық, Ақтөбе облысында экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталған шаралар қарқын алмақ. Бұл ретте ірі кәсіпорындардың қоршаған ортаны ластауын азайту басты назарда. Бүгін өңір әкімдігі мен Қазхром трансұлттық компаниясы арасында ауаға таралатын қалдықтарды мейлінше төмендетуді көздейтін меморандумға қол қойылды. Оның аясында 2023-2027 жылдар аралығында 85 миллиард теңгенің бірқатар жобалары жүзеге асатын болады. Облыс әкімдігі мен Қазхром трансұлттық компаниясы арасында қол қойылған меморандум алпауыт өндіріс орнының атмосфераға тарайтын ластаушы қалдықтарын азайтуға бағытталған. Атап айтқанда нөмір 1 және 2 цехтарда модернизация жүргізіп, газ тазарту қондырғылары орнатылады. Ал қайта өңдеу электр станциясын салу арқылы нөмір 4 балқыту цехының ферроқорытпа газы толықтай кәдеге жаратылмақ. Сондай-ақ зауыт айналасындағы санитарлық аумақта 100 мың көшет отырғызу бар. Ең үлкен маңызды келісімнің бірі шығарып атқан хромның толықтай өңдеу. Соны Ақтөбе облысындағы осындай дүниенің бәрін терең өңдеуге жеткізу. Бұл елдің экономикасы, қосымша жұмыс орындары, сондықтан соған бүгін шешім қабылдап қол қойдық. Еуразиялық топ құрамына кіретін компанияның облыста бірнеше кәсіпорны бар. Ал экологиялық жағдайды жақсарту ERG-дің де басты міндеті. Тек Ақтөбе өңірімен бекіген келісімді іске асыру үшін жалпы құны 85 миллиард теңге болатын жобалар жүзеге аспақ. Барлығы да бизнестің әлеуметтік жауапкершілік шеңберінде атқарылады. Предприятия в Актюбинской области. Осы жұмыстардың нәтижесінде Ақтөбе облысындағы кәсіпорындарымыз қатты қалдықтарды шығаруда ең үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келетін болады. Осыған ұқсас жобаларымыздың біразы осы өңірден бастау алған болатын. Алда жел электр станциясын салу, өндірістен шыққан қалдықтарды қайта өңдейтін фабриканы іске қосу жоспарымыз бар. Олар 2024 жылы жүзеге асады. Жалпылай алғанда ERG бұл мәселеге зор көңіл бөледі. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған мұндай бастама өңірдегі өзге де өндіріс орындарына үлгі болмақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар.